Сәлем достар, бүгінгі видеомызда бананның пайдасы мен зиянын білетін боламыз. Жалпы банан экзотикалық жеміс, пайдалы витаминдер мен микроэлементтерге бай. Бананды десерт қылып беретіндер де көп. Бананның пайдасы мол. Жемістің құрамында калий, фосфор, темір мен витаминдер мол. Әсіресе В тобындағы витаминдерге бай. Тәбет пен ұйқы қашқан кезде, дене сіңген кезде бананның пайдасы көп. Қан қысымы жоғары, баспамен, жүрек қан тамыры ауруларымен ауырған адамдарға банан жеу қажет. Есте сақтау қабілеті нашарлаған, ұмытшақтық кезде бананның пайдасы мол. Банан кімдерге зиян? Бананның пайдасы көп бола тұра, оның кейбір адамдарға да зияны бар екен. Жалпы банан зиянды жеміс емес. Және де күніне 5-ден артық жеуге болмайды. Сондықтан нормамен жеген жөн. Бүйрегі ауыратын адамдарға банан көп жеуге болмайды. Өйткені банан ағзадағы суды сыртқа шығарып жіберетін жеміс. Ал бүйрекке ағзадағы судың жеткілікті болғаны қажет. Асқазаны ауыратын адамдарға да болмайды. Өйткені банан асқазанда ұзақ қорытылатын жеміс. Ас қорытуы бұзылған жағдайда бананды қорыту қиын болып қалады. Одан бөлек банан қыжылды кетіруі мүмкін. Диабетке шалдыққандардың да банан жемеген жөн. Себебі қандағы глюкоза көтеріп жіберуі мүмкін. Салмағы көп адамдарға да бананды аздап жеген дұрыс. Бананның калориясы көп. Осы видеодан бананның пайдасы мен зиянын біліп шықтық деген ойдамын. Және де бұл ақпарат сізге тиімді болып, керегіңізге жараса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де достар, қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Рахмет. Сіздермен болған мен Лаура.